Құрметті әріптестер, мен сіздермен бүгін аккаунтты қалай ашатынын көрсететін боламын. Ең біріншіден кез келген браузерге Google аккаунт ашу деп жазатын боламыз. Сол кезде бізге Google аккаунт батырмасын басып, біз жаңадан аккаунт құрамыз. Ең бірінші новый аккаунт создать етеміз. Осы бірінші имя деген жерге атымызды жазамыз, фамилия деген жерге фамилиямызды жазамыз. Мысалға біз Асқатов деп алайық. Далее батырмасын басып, туған күні, айы, жылын көрсетеміз. Пол деген жерге бізде мужской немесе женский деп көрсетіп, далее батырмасын басатын боламыз. Бізге браузер бізге аккаунттар шығарып береді. Осы аккаунттардың кез келген өзімізге таңдап алып, далее батырмасын басамыз. Пароль деген жерге өзіміз кез келген парольді ойлап тауып қоямыз. Ол парольда бізде сандармен, әріптермен қосылып тұру керек. Мен мысалға бір пароль ойлап таптым мына жерде. Осы парольді көшіріп алып, повторить деген батырмаға қайтадан қоямыз. Ары қарай далее батырмасын басамыз. Өзіміздің телефон номерімізді көрсететін боламыз. Өйткені ол жерге телефонға SMS код келеді. Телефонды жаз, далее батырмасын басамыз. Біз телефонымызға 2-3 секундтың ішінде код барады, 6 саннан тұратын. Сол кодты осы жерге жазатын боламыз. Далее батырмасын басып, пропустить басамыз да, бізде аккаунт ашылды. Енді осы артынан принимаю батырмасын басып, міне бізге жаңа аккаунт ашылды.